Сәлем баршаңызға. Бүгін осындай жаз маусымында өте жақсы жейілетін баклажаннан оңай салат дайындаймыз. Жасау жолы өте оңай, көп затқа жетпейді. Менімен бірге видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен баклажандарымызды жуып, тазалап, сыртын осындай үлкендеу бөліктерге бөліп турап аламыз. Үстіне тұз салып, мұздай су құйып, 10-15 минутқа қалдырамыз. 10-15 минуттан кейін суыны жақсылап, сығып аламыз. Үстіне 2 қасық крахмал салып, жақсылап араластырып аламыз. Қызып тұрған майда қызарып шыққанша жақсылап қуырып алатын боламыз. Осындай өте әдемі болып қызарып шығады. Енді қызанақтарымызды турап аламыз. Үлкендеу 4-бұрыш бөліктерге бөліп турап аламыз. Егерде черри қызанағы болса, өте әдемі шығады салаттарыңыз. Менде болмағандықтан жай осындай қызанақты турап алдым. Барлығын баклажанның үстіне саламыз. Кинзаны үлкендеу бөліктерге бөліп турап аламыз. Осындай терияки соусын пайдаланамыз. Менде Махеевтікі. Салаттың үстіне саламыз. Барлығын жақсылап, езіп алмай араластыратын боламыз. Әдемілеп ыдысқа саламыз. Үстіне туралған кинзаны сеуіп қоятын боламыз. Оның үстіне творожный сырдан осындай жарты қасықтан әдемілеп салып шығамыз. Ең үстіне бальзамический крем соусты жағып шығатын боламыз. Өте дәмді салат болады. Жасап көріңіздер. Осы рецептпен жасасаңыздар, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін бассаңыздар, жаңа рецепттерді көріп отыратын боласыздар. Келесі видеоларда көріскенше аман сау болыңыздар.